Юфреймдықтарға жарнама беру үшін 1 миллион теңгеңіздің болуы шарт. Ал қалған вайнерлер қанша сұрайды? Инстаграм арқылы күн көріп жүргендер кімдер? Тілшіміз тарқатады. Брат, сен мен салмапсың ғой. Мен сен история салып қойдың ғой. Мен салып қой, тастай пар, анау деп подписчигіңіз көбейшті. Вайн түсіруді кәсіпке айналдырған Картоп ТВ-дің жігіттеріне жарнама бергіңіз келсе, қалтаңыздың біраз жұқарары анақ. Бір тапсырыстың құны басы бүтін жылқыға татитын көрінеді. Вайннан да бірдеңе түсу керек қой. Жылқылар жетектеп келмейді. Сондай бағамен айтып жатқаным ғой. 2 жыл бұрын жай ғана қызығушылықпен басталған дүниенің кейін пайда көзіне айналатыны үш ұйықтасақ та түсімізге кірмепті дейді олар. Біздің видеомыздың көбісі негізінен жанұя отбасы туралы болып келеді. Сен менің айфон, мен Стив Джобс. Ти дегені Тараз, ал Джокерс әзіл қойлар. Бүгінде 350 мың оқырманы бар тараздық жігіттер бір-бірлерін мектеп қабырғасынан бері таниды екен. Біз Назарбаев зияткерлік мектебінде оқыдық. Яғни бізге тек қана ол хобби ретінде қарадық біз оған. Біздің басты мақсатымыз сабақ оқу болды, білім жағында жүрдік. Сондықтан біз бос уақыт болған кезде сабақтан шығамыз, бос уақытымыз болады, сол кезде біз вайн түсіретінбіз. Әлі де университетте оқитын Ти Джокерс жігіттерінің негізгі пайдасы бартерден. Киіну, дәмханадан ас ішу, жүріс-тұрыс қажеттіліктерін олар көбінесе заттай алады. Қаржыдан қысылса, ата-аналарының беретін көмегі бар. Біз тек қана просмотр үшін жұмыс істейміз. Бізге қаржы қызық емес, бізге ақша қызық емес. Өйткені шүкір үйдегілерден алып отырық деңізім. Жарайды, жалпы бізге көптеген пайда келіп жатыр, оның жасыратын несі бар. Реклама қазіргі вайнерлердің негізгі табыс көзі. Түлкі заманда тазы болып шалып, нәпақаларын айырып жүрген бұл жігіттер келешекте тек вайндармен шектелмейміз деп отыр. Жоспарлары да әзірге құпия, бірақ жұртты таң қалдыруға уәде берді.